сапасыз 10 жоба жасағаннан көрі сапалы бір жобаны жасап, оны әлемнің жеріне жеткізіп, Лондонда ханшайымның сарайында, королеваның сарайында концерт беріп, Америкадан гран-при келіп, енді Алла бұйыртса Грэммиге қол жеткізетін болсақ, мен ойлаймын, ондай жобаны көп жасау мүмкін емес. Ұлытау сияқты жобаны көп жасау мүмкін емес. Ол әлемде аналығы жоқ жоба, аналығы жоқ формат. Сондықтан да мен мына Англия королевасының орденін мойныма таққан кезде сұрадым, мен бұны не үшін алып жатырмын? Өйткені менімен бірге Қазақстан мойнына таққан адамдар болды, бірақ олардың бәрі ғалым адамдар. Мен ғалым емеспін деп ойлаймын өзімді. Бірақ та мен ғылыми зерттеулер арқылы келем көп жобаға. Балбала дүниесін ашу, ол бірденнен алып жасай салу емес. Ол көптеген аналитикалық зерттеулерді қажет ететін сондай жоба. Сонда маған айтты, сіз деді, сен қазақшаға аударып аларсыз. Мен қазақшаға аудара алмадым, өйткені технологиялық түрде айтылғаннан кейін. Ол кісінің переводчигі маған оны былай деп жеткізді. Мен сұрадым, маған не себепті беріп жатсыздар бұны? Екіншіден мені қайдан тауып алдыңыздар дедім. Сонда сізді бизнесмендер ассамблеясы Европаның сізді ұсынды деді. Интернеттен тауып алған болу керек. Содан кейін біз бір жылдай зерттедік деді. Сіз деді, сізге беріп жатқанымыз, вы разработали технологию внедрения этномузыки в мировую технологию шоу-бизнеса деді. Яғни этномузыканы мен шоу-бизнеске бүгінгі таңда толыққанды кіргізіп, оны тенденция ретінде қалыптастырдым. Яғни бүгінгі таңда Ұлытауды қайталайтын топтар өте көп. Домбыраны бұлай алып сырнайға қосатындар, сырнайды қобызға алып бұлай қосатындар, айналып келгенде бәрібір оның бәрі біздің ұлттық дүниеге жұмыс істеп жатыр. Ең маңыздысы да осы. Менің ең басты мақсатым сол болады. Оған мінекей Құдайға шүкір бүгінгі таңда қолым жетті. Ол тенденция болып қалыптасты. Егер де Ұлытау жасалмаған болатын болса, этноинструменталдық музыка деген тенденция бізде қалыптаспас еді. Ол айдан анық. Барлығы онымен келіседі. Ол өйткені солай. Ол шындық.